Осы тұста заңды сұрақ туады. Азаматтарымыздың құқығын цифрлық әлемде нақты қалай қорғаймыз? Интернеттегі қылмыскерлерден қарапайым адамды қалай сақтандырамыз? Конституцияда жеке өмірге қол сұқпау туралы 18-ші бап бар. Бірақ бұл норма қалыптасқан кезде жеке өмір тек офлайн тұғын. Цифрлық әлемде бүгінгідей біз өмір сүрген жоқпыз. Құжаттарымыз да, ақшамыз да қалтамызда жүретін. Ал біреу бірдеңені тартып аламын десе, физикалық жақындау қажет болатын. Демек, жеке өмірдің қауіпсіздігі деген тек есіктегі құлып пен көшедегі камера ғана емес. Қауіпсіздік сонымен қатар жеке деректерді қорғайтын заңдар, құқықтық тетіктер мен соны бұзғандардың бұл тартпас жауапкершілігі. Әр адам қайда жүрсе де, көше болсын, интернет болсын, өзінің қорғауда екенін сезінуі тиіс. Бұл мемлекеттің тікелей тура міндеті. Қорыта келе, Конституция жеке деректерді шынайы өмірде қалай қорғаса, цифрлық әлемде де дәл солай қорғауы тиіс. Сондықтан конституциялық реформа аясында азаматтардың жеке деректері ерекше қорғалады деген нақты норманы ұсынуды, енгізуді ұсынамын. Сонда ғана мемлекет әр Қазақстанды офлайнда да, онлайнда да бірдей деңгейде қорғауға міндетті болады.